Сайын Мұратбеков «Жусан иісі». Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау, әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру, әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау. Сайын Мұратбеков 1936-2007 жылдары өмір сүрген, Алматы облысы Ақсу ауданы Қоңыр ауылында туған. Балалық шағы Ұлы Отан соғысы жылдары өткен. Көптеген шығармалары шетел тіліне аударылған. 1977 жылы автордың сценарийі бойынша Телеүскен ұл көркем фильмі түсірілді. 1961 жылы Менің қарындасым деген атаумен бірнеше әңгімелері жарық көрді. Оның шығармаларының басты кейіпкері ауыл тұрғындары, балалар. Жусан иісі әңгімесі 4 бөлімнен тұрады. Басты кейіпкері Аян. Аянның прототипі Ұзақбай. Өмірде болған оқиға, автордың өзі де кейіпкер. 1942 жылғы оқиға баяндалады. Тақырып: шығарманың не жайында болатындығы. Идея: осы шығарма арқылы автордың айтпақ ойы. Бірге оқиық. Оқулықта берілген үзіндіні бөлімдерге бөліп, мазмұнын сипаттайық. Бірінші бөлім. Жазушы өзінің балалығын аңсай бастайды. Оның көз алдына Аян елестейді. Аянның алғаш рет ауыл балаларымен танысуы. Себебі ол әшесімен басқа ауылдан көшіп келген еді. Екінші бөлім. Олар мектепке барды, әріптер үйренді. Аян зерек болды. Ол хат жаза бастады. Аян барлық ауыл баласына хат жазуды үйретті. Иманжанов ағай хатта ауырды, мектепке келмеді. Аян бұзауға секіріп мінуді үйретемін деп бұзаудан құлап, тобығы тайды. Оның тобығы ойнамалы болып кетті. Аянның әжесі қайтыс болды. Оның мүлде көңіл күйі болмады. Аянның әжесінің жерлеу рәсімі өтті. Балалар шана тебуге жиналды. Аянның шанасы болмай, қызығып қарап тұрды. Кейіпкер автор оған шанасын берді. Ол рахаттанып шана тепті. Аян Бапай деген туысының үйіне көшті, себебі оның ешкімі қалмады. Ымырт түсе барлық балалар Аянның үйінің қасына ертегі тыңдауға жиналады. Ол балаларға ойдан шығарған ертегілерін айтады. Ертеде бір жетім бала болыпты деп ертегісін бастайды. Аянның ертегілері балаларға ұнайды. Көбіне ол жетім балалар туралы. Ертегілерінде батырлық, сұлулық, ақылдылық, ізгілік, ерлік туралы сюжеттер көп болатын. Оның ертегілерін тыңдап отырғандар қиялында батыр болып, жаумен айқасқандарын көретін. Аян қулыққа көшті. Тез ертегі айтып, балалардың біреуінің шанасын алып, кешке дейін сырғанайды. Аян балаларға көрген түсін айтты. Кешкісін жатарда көкесінің пальтосын жамылып жатып, түсінде оны көргенін, пальтодан ауылдың іргесінде өсетін жусанның иісі шығатынын айтты. Балалардың бәрі Аянның омырауын иіскеп көз жеткізді. Аянның балалар үйіне келіп кетуі. Бапай кемпір мен ауыл балалары Аянды қимай шығарып салды. Автордың үнемі самал жел соққанда жусан иісі мұрнына келіп, Аянды еске түсіретіні, оны сағынатыны, көргісі келетінімен әңгіме аяқталады. Әңгіменің композициялық құрылымы. Басталуы: Аянның автордың ауылына келуі, Аянның ауыл балаларымен достасуы, дамуы, байланысуы. Аян мектепке барып хат жазуды барлық балаларға үйретті. Шиеленісу: Аянның әжесінің қайтыс болуы, шарықтау шегі: Аянның шығармашылығының дамуы, шешімі: Аянның балалар үйіне кетуі. Кейіпкердің аты: Аян. Шығармадан үзінді: қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы бір келкетіп қиылған кекіл-шашын үрлеп тұрды. Ақ көңіл, шығармашыл, қиялы бай, зерек, білімді тез сіңірді. Қайырымды, мейірімді. Садық: жүр жолдас боламыз, деді Садық. Оның әппақ білегінен қап-қара қолымен ұстай алды.
Ауыл балаларының атаманы, мақтаншақ досшыл. Есікбай, шіркін, сондай семсерім боп, мен де соғысқа барсам, фашистерді тура бауша қияр едім деп сенетін Есікбай. Ержүрек қиялшыл. Автор бала. Алыста қалған балалық шағым шығармадан үзінді. Аянды қатты жақсы көреді, сыйлады, үнемі есіне алып отырады, балалық шағын аңсайды. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді бағдаршам әдісімен қорытындылаймыз. Пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.